күттім. Сен кешір, мен жаңа айттым ғой. Сәлем достар баршаңызға. Мен өз өмірімдегі мен үшін өте қымбат жанды құрметтейтін, қадірлейтін жанды қатты ренжіттім. Бүгін кешірім сұрауға және құттықтауға арнайы келе жатырмын. Және ол жан достар ешкімге ренжи алмайтын, кімге де болсын болса екен деп тілейтін, жүрегі кең жаны дархан, өзі жап-жарық бұл жағалауда күн шашып жүретін жан мені күтіп отыр. Бүгін неге бізде вечер? Құдай қалаған мына ойындағы кіші көңілдегі дархан мінезі, сосын кейінгі құрмет орден қарақата белдина. Сол прям красотка болып кепсің ғой. Мен дайындалып келдім ғой. Иә? Қандай гүл? Менің қонақтарым, менің жандарым, менің ең сүйікті гүлдерімді білген де қай гүлді жақсы көретінімді білемін. Құрметті достар, қазақтың қарақаты жақында ғана парасат орденімен марапатталды. Үкімет басшылығынан, халықтың ықыласынан және көктемде гүлдей жайнап келген өзінің туған күні. Мен сені күттім. Сен кешір, мен жаңа айттым көрермендеріме. Мен үшін қымбат жанды қатты ренжіттім деп. Жоқ, қатты ренжіген жоқ. Айтамын, мен 2 күн ұйықтаған жоқпын. Сен келем деген соң күттік, күшті өтті. Көрдім, көзім қазір айтып тұрған болар, кәдімгідей туған күннен кейін. Иә. Осындай әдемі көңіл күйде тұрмыз. Менің көктемім деп, мінекей Аллаға шүкір, көктемде туған, көктем қыздар. Сенен жалпы өмірде отбасылық құндылықта менің үйренетін өте көп. Сенің дархан мінезің, ақ көңілің кімге болсын дейтін ниетің, шалқасынан жатқан балаларыңа беріп жатқан тәрбиең, отағаңа құрметің, халыққа деген ықыласың, жүректен шығатын әнің, барлығы кімге де болса сабақшы. Сол үшін саған алғыс. Рахмет. Не деген сөздер. Рахмет.